Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Бүгінгі видеода дәл осындай подставканың қолдан жасау жолын көрсететін боламын. Бұл подставканың дүкендегі бағасы 18-20 мың теңге арасында болады. Ал материалдарын қолдан алып, біз өзіміз жасадық. Бар болғаны 3 мың теңгеге шықты. Видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай қалың темір сымды 15 сантиметрден өлшеп аламыз. Мелмен сызып шығамыз барлығын. Белгілеп алған жерімізден осындай болгарканың көмегімен барлығын кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін қисық жерлер болса, осылай балғамен ұрып, түзулеп шығамыз. Подставканың астыңғы аяқ жағын 10 сантиметрден бұнтта кесіп аламыз. Ағы 10 сантиметр етіп кесіп алғаннан темірлерді енді бір-біріне дәнекерлеп шығамыз. Дәнекерлегенде көзімізге көзілдірік немесе арнайы маска тағамыз, болмаса көзді ауыртады. Дәнекерлеп болғаннан кейін, мына жерде артық шығып тұрғандарын болгаркамен тегістеп кесіп шығамыз. Жаңа кесіп алған темірлерді осылай үшбұрышты етіп жалғап шықтық. Енді осылай бұлайынан бекітіп шығамыз барлығын. Достар, сонымен қатар менің арнамда осындай торт қоятын және фудблогерлерге арналған фотофонын жасалу жолы көрсетілген. Тез әрі оңай, үй жағдайында арзан бағада өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Мынадай ақ бояумен бояп шығамыз. Тақтайды және наны подставканы жіпке іліп қойдық. Барлық жеріне бояу тию үшін. Енді осыны шашып бояп шығамыз. Осымен біздің подставкамыз дайын болып қалды. Жасалу жолында түкте қиындық жоқ. Дәл дүкендегіден аумай шығады.
өзіңіздің қалаған түсіңізге боясаңыз болады. Мен ақ түсте боядым. Алтын түстес немесе сұр түске де бояуға болады. Бұны қымбатқа жасағанша өзіңіз осылай арзан бағада жасап алуыңызға болады. Торт жасайтындарға, фудблогерлерге өте керемет, пайдалы болады деп үміттенемін. Менің видеом сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан кейін де көптеген пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Сау саламатта болыңыздар.